Сәлем қыздар, бүгін түскі асқа құймақ жасаймын. 3 жұмыртқаны араластырып, сүт қосамын. Шекер және тұз. Әбден араластырып ап, чемішкенің майынан қосам. Біраз араластырып алған соң, ұнды қосатын боламын. Еш қиындығы жоқ, жасап көріңіздер. Тез, оңай және дәмді. Ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Егер қатты қою болса, тағда қорқпай сүт қоссаңыздар болады. Сұйық болып жатса, ұн қосыңыздар. Табамызды қыздырамыз да, және құймақтарымызды пісіре бастаймыз. Кейде бір рет майлап алсаңыздар болады табаны. Осылай жұқа әдемі болып шығады. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Көргендеріңізге көп-көп рахмет. Аман сау болыңыздар.